Сәлем! Біздің бүгінгі талқылайтын кітабымыз америкалық афганец Халид Хоссейнидің «Бегущий за ветром» кітабы. Яғни қазақша айтқанда желдің артынан жүгіруші. Короче, жел соңатын. Солай общем. Бұл кітап Хасан және Амир деген екі баланың достығы туралы. Амир Кабулдағы сондай асқан байдың баласы. Амирдің әкесі Бабу өте асқан бай, сондай өте жомарт кісі болған. Елдің арасында өзінің беделі бар, сондай жақсы адам болған. Ал Хасан ол сол Бабудың қоласында жұмыс жасайтын Алидің баласы. Хасан, получается, Амирдің де слугасы болып табылады. Бірақ олардың достығына, олардың арасындағы әлеуметтік теңсіздік әсер етпейді. Аш бала тоқ бала беді ойнамайды деген мақал баларға қатысты емес. Яғни ол дегеніміз Пакистанда ондай мақал жоқ деген сөз. Или бар, бірақ та оның мәйкі білмейді деген сөз. В общем, сондай. И короче, екеуі дос болады. Амирдің әкесі Амирден гөрі Хасанға көбірек көңіл бөліп, оны әрқашан түрлі күшті сыйлықтар сыйлап солай ұстап тұрады. Хасан мынандай болады. Күліп болмайды ма? Зайча губа деген несі болады. Соны туған күніне Бабу операция жасап емдетіп береді. Ол Амирдің задевает Амирді прям неге дейді. Всегда ол әкесінің сенімін алғысы келеді. Батпырауықтардың жарысына Амир қатысатын болады. Және Амирдің көмекшісі ретінде қасына Хасанды алады. Яғни Хасанның арқасында ғана Амир бірінші орын алады. Кейіннен оған жынданған Асиф деген жаңағы қуатын бала. Райын ұстап тұрмын деп ойлайтын балада Хасанға тиіседі. Көп балалармен келіп тиіскен кезде жаңағы сүмірейген сүмсік Амир анандай бұрыштан бүйтіп қарап тұрады, қорқып тұрады. Ол даже барып көмектесе алмайды Хасанға. Хасанға көмектесе алмадым деп өзін жегідей жеген Амир қалайда Хасанды және оның әкесі Әлиді Бабудың үйінен, яғни әкесінің үйінен қуып жіберудің жолдарын қарастырады. Яғни ол бетпе-бет келе алмайды Хасанмен. Ол Хасанды көрген сайын өзінің әлсіздігі есіне түседі. Андай олардың арғы өмірлері қандай болады және Амирдің өмірге деген көзқарасы өзгере ма және ол кішкене еркектік қасиеттерге ие болады ма деген секілді сұрақтарға жауапты өзіңіз осы кітаптың ішінен табасыз.